Алтын тұғыр бойынша бүгін көкпарға 5 аталым бойынша сыйлықтар табысталады. 5 Иә. алтын тұғыр сыйлығы. Соның біреуіне де лайық емес па сонда Құрманбек? Қараңыз, біз Құрманбекті ол дұрыс сұрақ емес, өйткені ол бізде ең үздік спортшы болғандықтан бізде жалпы мынау ассоциацияда бір ұсыныс бар ғой. Сондықтан да бір ұсынысты осы спортшы, бір ұсынысты жаңағы төреші, бір ұсынысты жаттықтырушы деп сондай сол жақтан таңдаймыз ғой. Сондықтан көрдіңіз ба, біз егерде ол рұқсат берілсе, бізге барлық 12 спортшыға да беруге болады негізінде. Рұқсат кім бермей отыр? Басқа федерациялар 2-3 спортшыға алтын тұғыр беріп, сыйақысын бөліп беріп жатқан мысалдар бар. Былай қарасақ, негізінен әр федерацияға 2 алтын тұғыр берілген. 2 адам, бір спортшы, бір жаттықтырушы. Бірақ көкпарға 5 адам берілген болады. Сондықтан біз әр тараптан, әр өзінің жаңағы бөлмей, сызбай, әр спортшыдан, төрешілерден, жаттықтырушылардан деген сияқты сондай таңдаған боламыз. Бесеудің ішінде неге Құрманбек жоқ? Біз енді спортшыларды таңдаймыз. Спортшылардан көрдіңіз бе, бізде спортшылар көп. Сондықтан да спортшылардан салым бойынша, протокол бойынша солай таңдаған боламыз. Қазір енді кедергі жоқ қой, мысалы сыйлық бар, алтын тұғыр 2 бар, жүлде қорында бөле салуға, әңгіме жүлде қорында емес, мысалы. Десе де неге қазір 2 балаға бермей тұрсыздар? Қазірдің өзінде халық талап етіп жатыр. Жоқ, біз дайынбыз. Біз ешқандай кедергісіз, ол ешқандай біз ондай кедергі жасамаймыз, біз ұсыныс береміз. Түсінесіз бе? Бізден сұрайды. Шешімді кім қабылдайды сонда? Шешімді негізінен біз федерация тарапынан қорытынды бойынша протоколды ұсыныс хат жазамыз. Ал ол ассоциация өзі бұл алтын тұғырды өткізгеннен кейін ол ассоциацияның тарапынан көрінеді. Ұлттық спорт түрлері қауымдастығына келіп тіреліп тұр ма? Неге шешім федерацияның қатысы жоқ дейсіз? Жоқ, біз ұсынысты береміз. Ұсынысқа Құрманбекті ұсынбай тұрсыздар ма сонда қазір? Протокол бойынша жоқ. Неге олай бөліп жатсыздар? Қазақтың балаларын, қазақтың батырларын екіге бөліп, мына жерде жершілдікте, әділетсіздіктің бәрін еш шығып тұр ғой негізі. Жоқ, біз бөлмейміз. Біз көрдіңіз бе, протокол бойынша 34 салым. Неге Құрманбек сыймай қалды жаңағы 5 адамның ішіне? Жалпы ол неге протоколға сыймайды? Жоқ, ұлттық құрамаға керек. Енді біз салым бойынша сынап жатырмыз ғой. Салым бойынша, түсінесіз бе? Салымда 34 салым. Сіз тек қана салым бойынша есептеу объективті деп ойлайсыз ба? Енді мен жалпы жеке пікірім осылай протокол бойынша істеген дұрыс деп ойлаймын өзім. Сонда федерацияның тұжырымы бойынша Құрманбек алтын тұғыр сыйлығына лайық емес биыл, иә? Салым бойынша, иә, салым бойынша. Лайық емес. Иә, салым бойынша лайық емес.